Торғай мен түлкі. Баяғыда торғай мен түлкі араларынан қыл өтпейтін дос болыпты. Бірде түлкі сөз бастап: "Торғай бауырым, екеуміз бірлесіп егін ексек қайтеді" депті. Сөйтіп олар егін егіпті. Егіндері жайқалып, бітік шығыпты. Бір күні еккендерін орып, жинап алу үшін екеуі таң сәріден тұрып егістікке келеді. Түлкі: "Торғай бауырым, сен астықты ора бер, мен анау төбеге шығып, аспанды тіреп ұстай тұрайын, әйтпесе төбемізге құлап кетіп жүрер" деп қорқытады. "Жарайды" дейді де торғай егінді оруға кіріседі. Түлкі төбеге шығады. Аспанды ұстап тұрған секілденіп, алдыңғы екі аяғын жоғары көтеріп, шоңқиып отыра қалады. "Түлкі, түлкі, қане, бері кел, енді астық басайық" дейді торғай оған. Торғай: "Мен тұра бермесем болмас, аспан құлап кетіп, бидайымызды басып қалар. Астықты өзім баса берсеңші" дейді түлкі. Торғай астық басып, содан соң бидайды тазалап болып: "Түлкі, бері кел, бидайды бөліп алайық" дейді. Мұны естіген түлкі жетіп келеді. Ол келе шелекті алып: "Міне, саған бір шелек, маған екі шелек. Өйткені мен аспанды ұстап тұрдым емес пе? Бұл әлде қайда ауыр жұмыс қой" дейді. Торғай үн қатпайды. Өз еншісіне тиген бидайды алады да бас алған жаққа кете барады. Жолда оған бір ит жолығып: "Сен неге көңілсізсің?" деп сұрайды. Торғай өзінің түлкіден көрген қорлығын айтып береді. Қудың мына қылығына ызаланған ит: "Жүр, мені оның астық қоймасына ертіп апар" дейді. Торғай итті түлкінің қоймасына алып келеді. Ит қоймаға кіріп, бидайға көміліп, түлкіні аңдып жатады. Келесі күні түлкі де келіп, диірменге тарттырып алмақ болып, бидайын қаптай бастайды. Бір кезде астық арасынан иттің құлағы көрінеді. Түлкі мұны жеуге болатын нәрсе екен деп ойлайды да қауіп кеп қалады. Осы кезде ит арс етіп, атып шығып, түлкінің өзіне тап береді. Зәресі ұшқан түлкі әзер дегенде қашып құтылады.